Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қазылар. Мен Ұлытау облысы Сәтбаев қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияның 9-шы Б сынып оқушысы Серік Әлиямын. Жобамның тақырыбы Көкмайса Ұлытау туризмінің бастауы. Жоба мақсаты ішкі туризмді дамыту, жұртшылықтың қызығушылығын арттырып, Ұлытау өңіріндегі туризмді дамыту, еліміздің ішінде ғана емес, әлемге танымал жасаудың жолдарын қарастырып, Ұлытаудың мәртебесін асқақтатып, туризмге кеңінен жол ашу, қажетті жұмыстарды осы сәттен бастап іске асыру. Жоба жұмысының міндеті Қарағанды облысының ішкі туризм дамуының мүмкіншіліктерін құрастыру, Ұлытау өңіріндегі туризм саласын дамытудың маңыздылығын көрсету. Көкмайса демалыс кешені Ұлытау туризмінің бастауы, болашағы. Зерттеу жұмысының өзектілігі. Ұлттың дамыған 30 мемлекеттер қатарына кіру мақсатында 100 нақты қадамының 57-ші қадамында туристік кластер құрудағы озық тәжірибесі негізінде инвесторлар тарту ұсынылған. Сондықтан, Ұлытау өңіріндегі Көкмайса демалыс кешені Ұлытаудағы туризмнің көш бастауының тапсырмас мүмкіндігі. Егер қасиетті Ұлытау жері туризмнің дамыған ошақтарының біреуі болса, онда еліміздің туризмі де дамитындығы анық. Туристердің елімізге, өңірімізге әкелер пайдасын ескеретін болсақ, осындай жобалар мен іс-шаралар арқылы тарихи-мәдени ошақтарды қайта жаңғырту басында зор жетістіктерге қол жеткіземіз. Қарағанды облысындағы туристік негізгі 3 бағытқа жіктелген. Балқаш көлі жағалауындағы демалыс аймағы, Қарқаралы демалыс аймағы, Ұлытау ұлттық тарихи-мәдени және табиғи қорық музейі аумағы Ұлытау туризмінің жіктелуі. Емдік шипажайлық, экологиялық туризм, этникалық туризм, зияраттық туризм, экстремалдық туризм, фестивалдық туризм. Ұлытау ауданында Амангелді ауылының оңтүстік шығысында 9 шақырым жерде Кененбай өзенінің жағасында Көкмайса демалыс кешені жұмыс істейді. Кененбай плотинасы соғыстан кейінгі жылдары Амангелді ауылының тұрғындарының қажымас еңбегінің арқасында құрылды. 2018 жылы 7 мамыр күні кен аумағында Көкмайса фестивалі аясында ашылу салтанаты өткізілді. Осы тарихи оқиғаның аясында демалыс кешенінің Көкмайса деп атады. Ұлытаудың тарихын толық білуге, аралауға қызығушылығы жоғары кешенінің халықтың алған бағасы жаман емес. Келген кеткен кісілердің көңілінен шығатындай жағдайда болды. Қонақтар алғыстарын білдірді. Бүгінгі таңда кешен иесі агротуризмді дамыту мақсатында мемлекеттен жеңілдікпен несие алып, мал басын көбейтті. Осының арқасында алдағы уақытта жастарға жылқы саууды үйрету, насихаттауға жұмыстарды жүргізілмек. Осымен қатар биенің сүтімен емделу, яғни қымыз терапиясын басталды. Туристердің Көкмайса демалыс кешенін таңдаулары қала және ауыл тұрғындарының тыныштықта демалуларына мүмкіншілік бар. Ұлытау таулары жақын орналасқандықтан тауға шығуға, тарихи ескерткіштер мен жерлерге де баруға болады. Кешен өзен бойында орналасқандықтан балық аулап, қайыққа мініп, суға түсуге де болады. Кешен мал шаруашылығымен таныстыру жұмыстарын жүргізеді. Әрі сүтті өнімдермен қымыз, самал, бие сүті емделуге дәм татуға болады. Барлық қызметтердің құны қымбат емес. Мұнша қызметі де бар. Сәтбаев қаласының Көкмайсаға дейінгі жолда кездесетін тарихи орындар. Аққамыр қалашығы, Басқамыр қалашығы, Ақмешіт Әулие Едіге тау, Айбас Тарас, Көкмайса елімізде қысқы туризм арқылы туристерді тартуға мүмкіндігі мол. Оның бірден-бір дәлелі Алматыдағы Шымбұлағы және жаңадан ашылған Щучинск шаңғы базасы. Мұнда биатлон, шаңғы және трамплиннен секіру секілді қысқы спорт түрлерінің халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізуге болады. Дегенмен де, екі базада бізден тым алыста орналасқан, сондықтан Ұлытауға шаңғы базасын ашқан тиімді деп ойлаймын. Осы жобаны қорытындылай келсек, Ұлытау Қазақстандағы киелі мекені, тарихи көне мұраларының орталығы. Әйгілі тарихшы Гумилев өткенді білмей болашақ болмайды деп нақты жауап берген. Тарихтың бағасы жөнінде бұдан артық қалай айта алармыз? Сондықтан, Ұлытау тарихын білуде Көкмайса демалыс кешенінің келешегі зор. Әрі қасиетті өңірді дамыту толықтай қолға алар болсақ, әртүрлі бағыттарға жасалатын саяхаттарға алдын ала тапсырыс беру мүмкіндігі туындаса, онда Ұлытау өңірінің ішкі туризмі де дамиды. Ал ішкі туризм ел экономикасының дамуының кепілі. Көкмайса демалыс кешені Ұлытау туризмінің басты кепілі бола алатынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.